солармен біз біргеміз. Тәніміз бірге алмай жатсақ та, жанымыз бір емес. Өйткені біздің жанымызды дін біріктіріп тастады. Олардың мұсибаты біздің мұсибатымыз. Олардың көз жасы біздің көз жасымыз. Ондай сөзді қою керек. Қазір желілерде қарап отырсақ, адамдар отырып алып әңгіме қылып жатқандар бар. Неге дейді? Құран өртеген қауымдар тірі жүр дейді. Сол Құранды қорғаған қауымдар жермен жексен болып жатыр. Бұл не нәрсе деп, кәдімгі өзіміздің мұсылмандар соны жырғып жазып жатқандарды көрген кезде еріксіз, мына не әңгіме деп, сондай жағдай болып жатыр. Бұл оны әңгіме қылуға болмайды. Құран кәрімде Алла тағала айтады: сендердің алдарында қауымдар ашаршылықты көрді, су тасқынын көрді, жер сілкіністі көрді, сендер де көрмеймін деп ойламаңдар дейді Алла тағала. Демек, сондай қиыншылық алдын қауымдарда да болған, мына біздің басымыздан да өтетіндігін Алла тағала Құран кәрімде ашық айтып тұр ғой.